Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен осындай пицца пісірді. Өте жеңіл, өте дәмді. Әлі жасауға оңай. Ол үшін бізге мынандай кәдімгі қамыр, нанға келген қамырдан пісірсе болады. Осы үйленген аяқ асты пицца пісіргіңіз келсе, осыны оқтаумен жайып, бетіне кетчуп жағасыздар. Одан кейін приправа қоссаңыздар болады. И қолда бар затты септім. Осыны жаясыздар. Менде сосиска и сыр. Балдан сүйіп жейтін пиццасы. Осылай